Сәлеметсіздер, бүгін біз универсальный тестодан ватрушки жасаймыз. Бұл тестадан пирожки жасауға духовкаға салсаңыз да болады, жайықта пісірсеңіздер, любой булочка пісірсеңіздер де болады. Тәтті булочка пісіреміз, қантын только көбірек қосасыздар, а если пирожки пісіремін десеңіздер, картошкамен, капустамен духовкада онда қантын азырақ қосасыздар. Енді бастаймыз. Жылы су, жылы сүт, жылы май 50 грамм. Бір шай қасық тұзбен бір ас қасық қант қосасыздар, если пирожки пісірсеңіздер. А если булочка, жаңағы ватрушки мен сияқты емесін, онда қантын көбірек қосасыздар. 100 граммға дейін қосуға болады. Бір шай қасық тұз, 2 ас қасық қант қостым мен. Бір шай қасық дрожжи. Ұнды ертерек илеп алып, бөліп сала бересіздер. 500-600 грамм где-то ұн кетеді. Енді 1 сағат, жарты сағатқа көтеруге қоямыз. Көтерілді. Енді осына мен 50 граммнан бөлемін. Сіздер 70-65 граммнан бөлсеңіздер болады. Осыны бөліп болғаннан кейін көтеріледі. Көтерілгеннен қайтып түсіремін. Тестамызды мен бөліп қойдым. Енді бұл көтерілгенше мен творогтан начинкасын дайындаймын. Міне тестамыз көтерілді. Енді осы стақанмен алып, ортасынан былай басамыз. $300 грамм творог, 100 грамм қант саласыздар. Кішкене не сүтпен, не қаймақпен, не қайнаған суды суытып араластырасыздар, чтобы кішкене әдемі болу үшін. Ең не бар, сонымен араластырасыз. Міне жаңа ортасынан басып жақтық, енді ортасына осы творогтарды саламыз. Міне творогын салып болдық начинкасын. Енді жан-жағын жұмыртқаның сарысымен жағамыз. Сосын 180 градусқа жарты сағатқа пісіріп аласыздар. Міне ватрушкиміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің артыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер.